Қалғаш енді сен мына жерде қыздар мен үйреніп қалған шынды екенді біледі. Сен енді үйренесің. Справкам бар, арайып жазып берген. Шынды қалада 35-ің автобуста көп жүремін. Жоқ, Ақын ба? Сейчас перезвоню, я сейчас занята, хорошо? Тыңдап отыр, анекдот кетіп барады. Бір 2014-тің ең соңғы жылында келген анекдот. Бұл анекдоттар ешқайсың естімеді деп ойлаймын. Естісеңдер, қырғызсыңдар онда. Мен бұл Қырғызстаннан келдім, анекдот. Бір жігіт үйленеді, әңгіменің ашы керек, ұлы сөздің ұят жоқ. Бұл жерде мен шамалы енді ұятсыздау айтам. Өйткені бәрін соны тілеп отырсыңдар, қыздар болсын, еркектер болсын. Олай болатын болса, бір қыз бала үйленеді. Үйленеді екеуі қош айта берейін ба? Естіп тұрсың ба сен? Сен анекдотты сүйетін ағалардың бірі жоқ. Екеуі үйленеді, содан беташар болады. Беташардан кейін өздерің бәрі білесіңдер, консультат қайтарады, ерте қайтыңдар, жастар жатсын, жатқызады оларды. 2 күн, 1 күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн болады. Сөйтіп келін жалып жасайды енесіне. Енешка, 1 минут бола ма? Келіңіз. Балаңызға дұрыс мен үйлендірдіңіз. Үйленгеніме 4 күн болды, балаңыз әлі осы уақытқа дейін маған ешнәрсе жасаған, движение жасаған жоқ дейді. Қалай жасаған жоқ? Сендерге дәутамды бердік қой, біз бір меңгі жатып қой. Дәутам сендердікі қой. Не істеп отыр сонда ол? 4 күн бойы деген ғой. Жоқ, енешка, мен сізді алдап не істеймін? Действительно, түнде жатамыз бірге. Ол мені шешіндіреді депті кәдімгідей. Изнасиловый депті, шешіндіреді депті. Шешіндіреді да, ваннаға су толтырып қояды, соған аппаратқа бір батырып алады да, қайып ат біледі да, спальныйға. Тез қарап ұйықтап қалады. О, атаң өледі. Шынымен ба? 4 күн сөйтті, 4 күн шешіндіреді, ваннаға бір батырады да, спальныйға қояды да, енді бастайын шығарып сен тез қарап ұйықтап қалады дейді ғой. Сөйтсе енесіне айтады, біліп ады дейді. Ай, келін қоя бер, үйленбей тұр, бұрын бұл газетті істеген, тестігін таппай жүрген дейді. Ағайындар, тесік тұра ой, тесік әзіл көмекке жақсы деген ағайындар. Машинасы барлардың бәрі түсінеді. Анекдот шын ба? Тесік